Сапарғали Бегалиннің Бала Шоқан шығармасы Нағашы ауылына саяхат. Хан ауылы қыстаудың көтеріліп, жайлауға бет алды. Сергей аттанғаннан бері Шоқан сонан көрген жобамен сурет салуға құлыштанып алды. Әсіресе Сергейдің Жүкеңнің асау күрең байталды ұстаған суретін салғаны Шоқанға қатты ұнады. Сергей сол суреттің алғашқы жобасын беріп кеткен. Соған қарап ол жылқының желідегі құлындардың, құсмұрын қасындағы жартастың суретін салып ермек етіп жүрді. Осы көктемнен бері Шоқан Әубәкір молдадан сабақ алуды тоқтатып, атқа міну, көктемдегі Қанқожаның қаршыға салу серуендеріне ілесіп, түз өміріне бой ұрып, мүлде сергектеніп алды. Керей Енесей елінде болған бір үлкен дауға шақырылып кеткен Шыңғыс ел жайлауға келерде ғана оралды. Ондай келелі үлкен жиынға барып жатқанда алдымен ханымға келіп сәлем беріп, шешіп қайтқан жұмысының жайын айтып, ана ойын тыңдайтын. Сол әдетімен келіп Енесей елінің ертеден келе жатқан дауының бітім тапқанын айтып өтті. Ықыластана тыңдап, көпке дейін үнсіз отырып айғаным: япыр-ай, ол бір көптен бері аяғы жерге тимеген даусыз дау еді. Ақыры тынымы болған екен. Әрдайым жолың осылай болғай деп, баласының абыройына разы болып үндеді. Ал Шыңғыс хан: мен былтырдан бері мына Шоқанға нағашына апарамын, жер көрсетем, ел көрсетем деп уәде берген болатынмын. Оның биыл мүшел жасы және сәті болса қалаға оқуға жүргіземіз деп отырмыз. Зейнеп те көптен ауылын көрген жоқ. Саған айта алмай жүрген шығар. Біз жүріс қамын істеп, сол би ауылына бір барып қайталық. Басқа жұмыстарынды жайлау үстінде тоқтата тұр. Әпекем, мен өзім де осыны ойлап асығып қайтып едім. Онда жүріс қамын істеттіңіз. Әже мен әке келісімін естіген Шоқан қуанып. Жүру қамы ұзаққа созылған жоқ. Екі үйден әзірленген екі пәуескені үш-үштен жегілген арнаулы жол аттары ала жөнелді. Шоқанды өз қасына отырғызған айғаным күтуші әйеліне құсмұрынан шығатын керуен жолына түсіп тартып берді. Зейнеп пәуескенің ішінде Жақып бастаған 3 бала және күтуші келіншек Қанипа бар. Ханым пәуескесіне ілесе, Зейнеп пәуескесі де жорта жөнелді. Шыңғыс бастатқан салт аттылар тобы 10-нан аса адам болатын. Оның ішінде қарауылдан Қарынасау қарасы атанған шешен би Ықылас, Шыңғыстың ауылдас үзеңгі серігінің бірі Сал, әңгімешіл Әжібай, әнші Нұрта, тағы басқа кісілер барды. Шыңғыстың астындағы Мәмеке ағасының үйінен сұратып мінген қарагер. Иық қойғамайтын майда жорғасымен жымия сызып келеді. Жел жортып тобын жазбай ілескен нөкерлер ауылдан шығарда салтанаттардың бұзған жоқ. Алғашқы екпінімен жорта жөнелген пәуескелер де жүйткіп барады. Ыстық түспей жетіп түстеніп, түс қайта жүрмек ауылдары Көлбастаудағы Күзембай болатын. Төре ауылынан Сататқа қысқа күндік жер болғанымен, одан бергі тоқтауды Шыңғыс лайықты көрмеген. Былтырдан бері бас қосқан жерде: төре, біздің де есігіміз бен төріміз бар. Атыңның басын біз жаққа бір бұрсаншы деген Күзембайдың өзін Шыңғыс осы жолы есіне сақтаған. Ауылдың пәуескесінің делбесін ұстаған әрі жол жобасына жүйрік Дәрібекке Шыңғыс ширақ жүріп, ханымды балалармен ыстыққа ұрындырмай жеткізуді тапсырғанды. Өзі болса, жайлы жорғаның жүрісіне сеніп, шаршауды ойламап еді. Қасындағы нөкерлері жайлы да ойына еш нәрсе алған жоқты. Аға сұлтанның саяхат жүрісіне аттанардағы ойына бір алғаны Жолшыбайдағы елге салтанат көрсете сәнді жүру еді. Атшылыққа ертіп шыққан оңтайлы жас жігіт Тұлақбайдың астына қамшы кесті көбен жирен шобырды мінгенін қайдан білсін. Қасындағы нөкерлерінің аты мен жабдығына олқалық бар деп ойламаған. Артына бұрылмай пәуеске сорабына төтелей тартқан Шыңғыс бастаған топтың сәске көтеріле арты шұбыла берді. Мінгендері жай жүріске аяншыл аттар еді. Әсіресе шабан жиреннің көзі басын тер жауып, Тұлақбай кейінгі топқа тепенден зорға ілесіп келеді. Келесі Ықылас маңындағы топ өзекке келіп түсіп, аттарының айылын босатып, өздері желпініп іркіліп алды.
Шыңғыс тобы пәуеске қарасынан көз жазбай біраз жерге ұзап. Шырақтарым, аттарының біраз ентігін басып, тынымдап алыңдар. Жер жобасы белгілі. Бізді тоспаса барып түсе берер. Басы ауырғанының тәңірімен ісі жоқ дегендей, Шыңғыстың өз атының жорғасы жайлы болған жоқ. Қасындағы қарашының қай күйіне күйзеледі. Ана сал мен Әжібай сорпасы шыққанша терінің түп етегінен жабысып бағады ғой, деп ықылас қасындағы жұртты бір келтіріп алды. Жер ортасынан аудық. Көлбастаудағы Күзембай ауылы енді алыс емес. Осы жерде аттың демін алып тартып кетсек, жетіп барамыз. Әпекемдер барып түсе берер, деп Шыңғыс жолдағы бір бұлақтың басына келіп ат басын тартып тұра қалды. Сыр бермей шыдап келген Сәл мен Әжібай да еріндері кезеріп, әрен дегенде демін алды. Шыңғыс жолдасының жартысы кейін қалғанын жаны. Ой, басқаларың қайда? Деді ол Әжібайға қарап. Олар әлгі бір әзірде кейіндеп қалып еді. Әлі жете алмай келеді. Ықанның айы күні жетіп жүрген кісі ғой. Жолда толғатып қалмаса жарар еді деп күлді. Төре, біз бөлек-бөлек болып ұрысқан кісіше бытырап бармалық. Ханымдар бара берсін. Біз ана ықандарды күтіп алып тұтас жүрелік. Сіз аттан түсіңіз. Мына салқын қайнардың суына ауыз шайып, кішкене салқындап алалық, деді Сал. Иә, дұрыс, деп Шыңғыс атынан түсіп, сыртқы киімін тастап, әрі-бері жаяу жүріп, ат үстінде құрысып қалған бойын жазды. Аттарының айылын босатып, желпіндіріп, қайнар суына қолбастарын жуып, өздері теселді. Қайнар бастаудың малызы түспеген көк шалғыны таңертеңгілік самалынан ырғалып жасыл жалтылмен құлпырап, алуан түрге бөленді. Әлі болдырмадан қайтпаған қырдың көк сүйрігі мен көздің жауын алады. Хош иісті арқа самалы баяу майда еседі. Табиғаттың осындай толықсып тұрған шағына құмарта айналаға көз тастаған Шыңғыстың ықандар тобына көз түсуі. Тепендеп топқа кейде жетіп, кейде кейіндеп келе жатқан шобыр жиендергі Толақбайды алыстан тани қойған жоқ. Төреге ерген ерін арқалар деген қазақта мақал бар еді. Алдияр төре, далада сол күйі қалып қойсақ та артыңызға көз жіберер емессіз ғой, деп ықылас келе бір жағы әзілде, бір жағы нас тәріздендіре сөйледі. Тепендеп әрен жеткен Толақбайды көрсетіп, мына атшы мінген жігіттің мінген шобыры ауылдан шықпай жатып болдырып келеді, деді. Иә, солай болдырып қалды ма? Бұған неге жөнді ат бермеген? Деді Шыңғыс Әжібайға қарады. Әлгі жүкеннің істегені ғой. Бір дұрысырақ тұғыр берсе қайтеді екен? Байдың малын байғұс қызғанады деген осы да, деді Әжібай. Енді тобымызды жазбалық. Мына Толақбайдың аты би ауылына Қаракөлге жеткізе ме қалай? Деп Шыңғыс Салға қарады. Төре, сіз оған абыржымаңыз. Бәрі өзіміздің ел ғой. Бір лажын табармыз, деді Сал. Шыңғыс тобы келіп Күзембай ауылына жеткенде алдарынан шыққан екі жігіт ханымдар түскен ақ үйге Шыңғысты, ықыласты Салды кіргізді де балаларды ақ үйдің қатарындағы жар қоңыр үйге әкеліп түсірді. Ханым есігінің алдына әкеліп бата тілеген құлының енесі ауылды айнала шауып кісінеп жүр. Осы кезде далаға шыққан Шоқанға Жақып та ере шықты. Бұлар үйді айнала бергенде анадай жерде 2-3 кісі құлынды бауыздағалы аяғын буып жатыр еді. Дәрменсіз тыпырлап жатқан құлынға Шоқанның жаны ашып кетті. Әсіресе құла биені аяды. Шоқан өз ауылында да қонаққа сойған құлынды көргені барды. Бірақ оларға мұндай мән бермейді. Ондайда көбінесе ойынға алданып еленде етпейтін. Жақып болса, ой Шоқан, көрдің бе? Ана құлынды бізге сояды. Бүйрек жейміз, деді. Шоқан оған алара бір қарап, қайта үйге кетті. Әжесіне келіп, біз нағашым ауылына қашан жүреміз, деді. Қарағым, неге асықтың? Нағашым ауылы әлі алыста. Ауылдан шықпай жатып, жалығып қалдым ба? Жүрістен, жаным-ау, бұл қалай? Деп айғаным Шоқанның басынан сипады. Жоқ әже, жүрістен жалыққаным жоқ. Мына құлынның енесін жаным ашып. Қарағым Төре бала, сіздерге бұйырған құлынның арманы не? Қасқыр құлыннан жеп те талай биені шақыратып кетеді. Бұл қызыққа құрметке сойылған құрмалдық қой, деп Күзембайдың бәйбішесі масаттана күлді. Әне Шоқанжан, ана шешеннің айтқанын ұғып ал. Мал адам керегіне жаралады.
Қызыққа ұстанғанның қырсығы да жоқ дейді. Қасқыр да жеп кететін құлын деп жатыр деген айғаным өз Шоқанның әлгі бір балалық жан ашығыш ойын сейілткендей болды. Құлын етін жеп күн қайта аттанған жолшылар зуыттапты. Кешкі салқын мен алыс жолдың біразын жеріп еңсере басуға жобаланған. Бүгін кешке Ажар апам ауылына жетеміз бе, деді Зейнеп Әжібайға терең жартағы Заманбек ауылынан аттанарда. Ат көлік аман болса, түс ауа апаңыздың ақ дидарын көресіз. Көптен бері көріспеген болсаңыз, ауыл сыртына түсіп, сіңілік әдесін істерсіз, деп ағалық сыпайы әзіл айтты. Әже, сіңілік әдесі деген не? Деп Шоқан айғанымнан өзі білмейтін бір бөгде жайды сұрады. Шоқанжан, сен өзіне таныс емес нәрсені білуге ынтызарсың-ау. Ол жақсы ғой. Бірақ кейбір ұсақ түйек жайды сұрай берсең, түртіншек аттанарсың, деп күлді. Немене, әже? Ол ұсақ нәрсе не? Ол әйелдерде болатын ауыл салты. Мысалы, апанның өзінен үлкен Ажар деген апасының ауылына бүгін барамыз. Олар екеуі екі елге ұзатылып кеткен бір үйдің қызы. Бірін-бірі көптен көрмеген, сағынған. Ондай жағдайда сіңлісі апасына келсе, ауыл сыртында көлігінің түсіп қалып, жаяулап алдынан шығар, амандасар апасын күтеді. Сөйтіп, екеуі көрісіп, сағыныштарын айтып, мауқын басады, деп айғаным Шоқанға ауыл салтының сирек болатын бір жайын түсінді. Шоқанның арбаға зерігіп отырғанын көріп әкесі: Шоқанжан, ішін пысып қалды білем. Алдағы ауылға барғанша мына атқа мінші, деп Шыңғыс Шоқанға атын береді де өзі Зейнептің пәуескесіне отырды. Еті қатып жарап алған аттар зырлата жөнелді. Шоқан қоңыр жорғаның артқы аяғын жайқап, басып құйрығын толқытыта желтидің майда жорғасына салып, Ықылас би мен Әжібайдың ортасына жүріп отырды. Күндегі Ықылас, Әжібай, сал үшеуі жолдағы елдің күндегі қонақасы көрметін айтысып, кейбіреулерінің қандай мақсатпен төренің ханымның үсті-астына түсіп келе жатты. Әсіресе Күзембайдың ғана айғыр үйірінен құлын сойғанын дарақылық есті. Тобынан ұстағансып шолақ айғырының үйіріндегі 10 шақты құлының бірін сойып, мырза кісі болғансып өлгенше дариды, деп Ықылас тыжырындап айтты. Күзембайдың бала шала бүлініп, төре алдында жайылып төсек, ейліп жастық болуда үлкен сырын білетін сал. Қонақасына қолқасы да ол емес шығар. Мына аз ғана ауыл уақытын тізгіннің қолына алғысы келетін көрінеді ғой, деді. Салым, олай деші. Мен ол жағынан көріп басқаны ойлап едім, деді Әжібай. Сонымен бұл өз тоқталып жай әңгіме көшті. Қалың бозды кермиық сары жазықта жайыла қонып отырған елдердің ауылдарына сағым көтеріп, толқын үстінде жүздіріп жүргендей болдырады. Осындай ғажайып дала көрінісіне елігіп келе жатқан Шоқан өзі көп жайда сөйлесе жүретін салға: бағана Ажа ағам Зеренді көліндегі Жаңбырбай ауылына барамыз дегенді. Сонда Зерендісі не, сіз білесіз бе? Деді. Шоқанжан, осы Зеренді деген сөз сен түгілі мен де анықтап білген нәрсем емес. Ел аузында айтылып жүрген белгілі қоныс аты болғандықтан ойлапты. Тіпті жақсы айттың-ау, осыны ауылға барған соң Етекеннің өзінен сұрап білейікші, деді. Салай, сен де кейде тәлімсейтін әдетің бар. Ерте кезде әйелдер мұрнының желбезегіне Зерен деген зер салып қойып, сонан қойылғанда, деді Ықылас өзінің белгілі мен біліміне салып. Онда кәлдің желбезегінде зересі болған ба? Деп сал күлді. Әжібай да теріс айналып күліп жіберді. Шоқан мына үш үлкен кісінің бір ауыз сөзге ерегісіп қалғанын байқап, әлемді тануды көңіл білмеген жұрттың ой-өрісін көргендей болды. Салдың кейінгі кекесінді қалжыңына орай естірте алмай, Ықылас қоңыр-қасқа жорғасын серкектете тарта жөнелді. Бұдан кейін әзіл тоқтап, аттылар тобы буын-буын болып ширай жүрді. Олар араласау кереге жаудың көк бұйра қайраға бөленген етегін ала тартып отырып, бір қабақса белестен аса берді. Иек астында Жаңбырбай ауылы отырған үлкен шалқар көлдің айдыны аспан әлеміне төсін келіп жатыр. Иірілген толқын ойнағына кеудесін төсегендей үлкен көл қанат жая бергейді.
көл иығындағы ақ ауылға таяна бергенде, кейінгі пәуескеден түсіп жатқан Зейнепті көріп, Әжібай: «Әне, Зейнеп ханым апасына жаяулап барып көрісуге түсті. Кәрі қыздардың сыңсып көріскендерін тыңдасаң, дүниенің қызығы», деп салға қарап күлді. «Кәрі қыз көріскенде қасында болып едің», деп салт тез жауап қайтарды. Әжібай тосылып қалды. Салт аттылар келгенде, Етекбайдың үлкен баласы Намызбек бөлесі Шоқанды өзі қолтықтап атынан түсіп. Намызбек Шоқаннан ересек, сыпайы жеткіншек екен. Кісілерді ертіп үйге алып жүрді. Шыңғыспен тізерлесе отырған Етженді Етекбайға ықылас Әжібай сол қол беріп амандасты. Намызбекпен қатар кірген Шоқан да айрықша сәлем беріп, Етекбайдың қолын алды. Ханымның Шоқаны осы ғой, шырағым, бақытты бол, көп жаса, деп Етекбай айрықша ықыласын айтты. Сапырылған қымыз, сойылған мал. Бірін-бірі сағынып көрген апалы-сіңілі би қыздары мәре-сәре болып әңгіме думанға бөлінуде. Шыңғыстар отырған Етекбай үйінде ел жайы, шаруа жайы өз болуда. Бір әдірдекте Етекбай ауылдың жайлауы қоныстарды айналасы шоқ-шоқ қарағайлы, әсем шоқылар болып келетін Зеренді көлінің келісті бітімі сөз болды. «Көлімізге көздерін түсіп кеткен екен. Босат, біз қонамыз дегелі отырған жоқсыңдар ма?» деп Тілмар Етекбай Әжібайға қарап күлді. «Оныңыз рас, Етеке. Төрінің көзі түсті дегенше, түйенің иесі кетші деп біл» деген сөз бар. Бұл бір. Екіншіден, қоныс ауыссандар сөкеттігі бар ма? Екеуіңіз бір айдыннан сұқсыр ілінген сұңқарсыңдар, деп Әжібай жайма-шуақ жүйріктерге салды. Етекбай мен Әжібайдың осы бір қайымдасқан сөздерін үндемей тыңдап отырған Шоқан ойына тоқып қалдырды. Қалтасына қарындаш, қағаз салмағанына іштей өкініп келді. «Етеке, ана Шоқанжан Зеренді деген не нәрсе?» деп сұрап еді. «Біз анықтап айтып бере алмадық. Сіз білетін боларсыз». Әжібай Зеренді көлі жайлы сөз бастағанда ықылас қозғалақтап. Басқа сөз таусылмағандай ақ: «Әжібай, сенің бүгін көлдің атын анықтаудан ақ қолың тимеді-ау», деп ыңғайсызданып еді. «Білмегенді сұрағанның артығы жоқ. Сіз әжекенді сөкпеңіз. Білім сұрау іздеумен молығады, іздегенге алтын жолығады деп бұрынғылар әшейін айтпаған ғой», деді Шыңғыс ықыластың орынсыз өзімшіл намысына тоқтау салып. Шоқанжан дұрыс сұраған. Әкейлердің бір әңгімелесіп отырғанда осы көлдің қалай Зеренді аталғанын айтқандары бар еді. Ол кісілердің айтуында қарағайлы таулы жерде жүретін Зерен деген киік-тектес бір қоңыр аң барды көрінеді. Сол аң осы қарағайлы адырда кеп болады екен. Мына көлден су ішіп қарағайды қоныстап жүрсе керек. Бертін ел қоныстап жаздам жайлау, қыста қыстау еткен, сол қоныс іздеп басқа елі аз жерге қоныс кетсе керек. Ертедегі елдің әдетінде жерге көлге ат қойғанда, сол жерді суды қоныстанған аңның, құстың, балықтың атына байланыстырып атай береді. Ана арқада Бұғылы, Тағылы деген таулар да бар. Аюлы, Аршалы, Балықты көл, Шортанды көл деген сияқты атаулар көп қой. Сол сияқты Зерен кәп қоныстанғаннан Зеренді аталыпты дейтін деді, деп Етекбай өте сенімді, орынды етіп айтып берді. Зеренді жайындағы Етекбай өзінде Шоқан байыптай ұғынып жаттап отыр. Бір әредікте Шыңғысқа: «Етеке, сіздің ана Естек Ыбырайға айтқан бір сөзіңізді ел аузынан естіп сүйсініп едім. Өзіңізден де бір сұрайыншы», деп Етекбайды сөйлеткісі келді. «Аңдыспаса аға сұлтан бола ма? Әлде қайда жүріп бірінің мүдірген жерін екінші жерден жеміс тапқандай ұшықтай жүреді-ау», деп Етекбай ол әңгімені де баяндай жөнелді. Жайықбайдың Ыбырайы жарым патшаның жанында отыратын төре болыпты деп алып қашып жүрді. Бір күні Ақмолаға бара жатып әдейі бұрыла жүріп келе қалғаны. Қолдан келген сый құрмет сияпатымызды істеп. Сөз арасында Ыбырай: «Етеке, сізді Тілмар, шешен кісі деп ел көтеріп жүрген соң, үлгілік сөзін ести кетейін деп әдейі бұрылып едім. Ел айтқандай үлгілі сөзді тыңдай алмай отырмын. Іліп тартпаш отаяқ тілді ғана екенсіз ғой» дегені. «Шырағым Ыбырай, біз от басындағы адамбыз ғой.
Біздің сөзіміз шотаяқ тәрізді іліп тартпа ұтымсыз екені расташа. Аға сұлтан ел иелерінің де ашалап тастаған үлкен сөздерін ести алмай жүрміз-ау, дедім. Ыбырай сазарып қалды. Одан әрі сөз айтып ардаспадық. Салқын ғана қош айтысып тарадық, деп Етекбай Шыңғысқа сұраған сөзін айтып берді. Андамай сөйлеген ауырмай өледі деген-ау. Сізде несі бар еді? Соқтығысып деп Шыңғыс өзінің аз сөзде асыл мағына жатқанын аңғарғыш ойын көрсетті. Үнсіз тыңдаған Шоқан тағы бір асыл маржан тапқандай, әсіресе аға сұлтан ел иелерінің де ашалап тастаған үлкен сөздерін көре алмай отырмыз дегенін ішінен қайталап айтып жаттап алды. Таң салқынымен ерте аттанған жолаушылар соқырлау көш жолдарымен сарыннан зарлата тартып жөнелді. Ендігі жүрістері суыт, ширақ. Қалайда Қаракөлдегі Қаржастың қалың елінің ортасына, бей ауылына жету. Былайғы жерде көп бөгеліс бола қойған жоқ. Сыпайы қонақасы, сыдырта жүріс. 4 күн өтіп, 5-ші күні үдере тартқан жолаушылар Қаракөлдің қайқаны аталатын көлбеген белестен аса қалың ауылдың қарасына ауысты. Топ-топ жылқылар көл сағасына өріске беттеп барады. Салт аттылар Шыңғыс жорғасының сылдырма жайқауына ілесе салпақтай еріп жорақтатып келеді. Ауылға таяна бере Зейнеп тағы да пәуескеден түсіп, алдынан топталып шыққан сіңлі жеңге бауырларын айғаным пәуескесіне ілесе, Шыңғыстар тобы жағалай отырған қалың ауылдардың ортасындағы айрықша салтанатты Мұса ауылына келіп ат басын тіреді. Айғаным жолын үлкен тұтқан Шорман ауылының жастары алдарынан шығып қарсы алды. Зейнепті қаумалаған сіңлі жеңгелері бір топ ерекше сәнмен өздеріне арналған үйге кірді. Күтіп отырған арнаулы қонақтарын би ауылы асқан құрметпен қабылдап, алуан сый құрмет көрсетті. Әсем ән, күндіз түні күлкілі әңгімелер, әзіл-сықақтар да жаңғыра өсіре айтылуда. Шыңғыс, Мұса, ықыластар тобы көбінесе үкімет бұйрығы жайлы сөздерді айтып, ел билеу жөнінде ойласа, бірінен бірі сөз тартады. Шоқан бұл ауылға келгелі үлкен кісілер қасынан қашықтап. Өткені құсбегі сауықшыл нағашы ағасы Аужан бастаған жастар тобы қадірменді жиен Шоқанға өз елдеріне бар деген тамашаларын көрсетуде. Ауыл өмірі қашан болсын бір қалыптас. Атқа міну, құс салу, ит жүгірту, ең тамаша ойын осы ғана. Оның бәрі Шоқанның өз ауылында да көргендері. Және мына 40 күн шілдеде бүркіт аңға салынбайды, тұғырда отырады. Тазыны да ыстықта қызыл табан болады деп аңға қоспайды. Тек бұл жазда обалсынбаса балапан ергізген құсты аямаған құсбегілер қаршыға тұйғында ғана ата қаз үйрекке салады. Дегенмен өз ауылындағы қаршыға салу әдісіндегі ерекшелікті көрсетуге ойлаған Аужан. Біз Шоқанға даңғаза дабылымен құс алдыруды көрсетеміз деді Мұса ағасының үйіндегі аға қонақтарға сәлем бере келгенде. Аужанның ондаған ойы қаршыға салудың даңғаза дабылын үлкендер көремдесе жүрсін деген ой еді. Өйткені оны шығарып жүрген өзі болатын. Аужанның даңғаза дабылы десіп, Қаржас сүйіндік елдерінің қаршығаға ұстағандары әсіресе айналдырып алған. Шоқан келген күннің ертеңіне күміс ер-тоқыммен жабдықтап мінгізген боз жорға дөнен аса бір әсем болады. Жақып та Мұстапа нағашысының үйіне бір қара құнанды жабдықтап мінген. Қаракөлдің қалпақ айдынынан қаршыға салуға болмайтын. Аужанның даңғаза дабылына ыңғайлы көлі Қазанкөл деген Саумал көлден бөлінген бір ойпатқа біткен шағын кемеш Қамысты көл болатын. Бұл көлге қамысты қалың болғандықтан қаз үйрек көп қоныстап, жаз бойына құс арылмайды. Осы Аужан, сенің даңғаза дабыл дегенің қандай өзі? Аты жақсы емес екен. Даңғаза деген мағынасыз бос даурық деген сөз ғой, деді Шыңғыс балдызына күле жақын. Жезде, сіз өзіңіз бірге жүрсеңіз көресіз. Ол даңғаза дабыл дегеннің екі түрлі қызығы бар. Бірі қаршыға ұстаған құсбегінің барлық қаршығасы қатар ұшырылып, кімнің құсының қыран екені анықталады.
ат жарысы сияқты бұл құран жарысы. Ал екінші бір ауыр жағы аң тамашасын көруге елдің бәрі қатысады. Жеке қаршыға салушылар сендер дыбыстап құс үркітесіңдер деп қасына көп кісі ертпейді. Мана даңғаза дабылда қазық көрем деген балашаға дейін тобымен барып жабылап дабыл қағып өздері құсты бірге салысады деп енді даңғаза дабылдың әдісін әңгімелей жөнелді. Егер сіздер жүреміз десеңіздер, ертең таң бозынан барамыз. Осы маңдағы барлық қаршығасы бар құсбегілер хабар айтып жиналамыз. Құсқа барған барлық кісі тапса, дабыл алып барады. Таппағаны тоқымын етегінің қонышын сабалап, көлді жағалай тұсынан келіп дыбыстайды. Жан-жақтан дабыл қағып, андыздаған қаршығаның ұшқанын көрген қаз үйрек ұйлығып, көл төбесінде шыр айнала ұшады. Сол кезде қыран қаршыға қалаған құсын қағып түсіре береді. Аужанның мынау айтқан әдісі көңіліне қонар кеткен ықылас. Біз де барып көрелік деп Шыңғысқа қарады. Жақсы, баралық, деді Шыңғыс сөз бұзбайтын әдетімен. Кешке байлаған уәде бойынша Аужан жылқышыға тапсырып, атты ерте алдырып, таң бозынан аттанды. Ол ерте жүрісті Шыңғыстарға да барлық қаршығаларға да айтып қойған. Қаршығасын алып шыққан өзімен қатарластыра мінген Аужан ауылынан шыға бере күрең дабылын Шоқанға берді. Олар Мұса ауылына келгенде мұндағылар да дайын екен. Шыңғыстың қасында тұрған Жақып Шоқанның қолындағы дабылды көріп: «Атеке, мен де, маған да дабыл алып бер» деп қыңқылдап қоймаған соң, атшы Тулақбайды шақырып алып: «Шыңғыс, мынағанда біреуден дабыл алып берші» деді. Иса ауылынан қаршыға ұстап келген 3-4 жігіттің біреуі ерінің алдында қапталындағы анжымаға кішкене қара торсықша байлап алыпты. Соны көріп Тулақбай: «Жігітім, мынауында дабыл ма, әлде сусын құйып алып алғансың ба?» деді әлгі жігіт күліп. «Даңғаза дабылға барған кісі дабылсыз жүре ме? Менікі дауылпаз деген ең үлкен дабыл» деді. «Онда дауылпазыңды ана жиеніне берші, дабыл тауып бер» деп төренің мазасын алып тұр. Жарайды, жиеннің қалағаны торсық болса, деп ол жігіт шешіп берді. Тулақбай торсықты әкеліп Жақыпқа: «Мынау дауылпаз деген дауылдың ең үлкені екен. Оның дыбысы шыққанда аспаннан үйрек өзі жүрегі ұшып жерге құлай береді» деп ерінің алдындағы қапталғаны анжымаға байлап берді. Басында ыңғайсыз көріп тұрса да, ең үлкен дабыл дегенде танауы делбейіп кетті. Шоқанға жетіп барып: «Көрдің бе, мынау менің дабылым дауылпаз, ең үлкен дабыл» деп мақтанып, қайта әкесіне қарай шоқыта жөнелді. Дауылпаз деген сөзді бірінші естіген Шоқан қасындағы Аужан нағашысынан: «Нағашы-ау, дауылпаз деген не?» деп сұрады. «Ана тентек Жақыпты алдаған ғой, ол дауылпаз емес, жай кішкене сусын құятын торсық қой. Қолында дабылы шоқтар, кейде шу көтеріліп, дыбысты жаңғырықтыруға ондай торсықты да алып шығады. Ол ана Иса нағашы ағамның балаларының шығарып жүрген қылжағы ғой. Дауылпаз деген үлкен жорыққа қол аттанарда соғылатын дабыл. Оны шеңберлеп иіп, ағаш керегеге керіп, серке терісінен жасайды» деді. Қазанкөлге таяна бергенде әдеттегі әдістерін істеп, қаршығалар топ-топ болып бөлініп, көлдің жан-жағына қаптай келіп, құстарын дайын ұстады. Сол кезде көлді жиектеп қаптаған қалың кісілер дабылдай лап қойды. Көл бетінен ду етіп ұшқан қаз, үйрек дауылдан қорқып сыпырылыса бергенде, жан-жақтан аспанға атып шыққан қыран қаршығалар шапыр-шұпыр айқасып, бір-екеуі қазыледі. Алғашқы бетте аңырап қалған Жақып бір әредікте торсықты тарс еткізіп қағып алғанда, қара құнан атып кеткен жерге топ ете түсті. Ымқырулы Тулақбай тура жөнелген қара құнанды ұстап әкелді. Дауылпаз қалай, дабылының өзінен әлі келді ме? Деп Шыңғыс баласына қарап ұялып қалған тентек Жақып үндеместен келіп құнанына мінді. Алғашқы көтерілген құсқа жіберген бетінде бір ата қазды іліп түскен Аужанның көк қаршығасы қайта ұшып тағы бір үйректі қағып түсті. Басқа қаршығалар да бірден бір қаз үйрек алды. Құс тамашасына қарық болған топ
күн көтеріле ауылға оралды. Қайтып келе жатқанда Шыңғыс балдызының әдейі жанына тие, мына әдісін әсемдік емес, ту талақайлау екен. Қара қарғаша үймелеп жүрген құсбегілікке онша қызық бола бермейді ғой, деді. Әтеке, мұндай қызықты бір кісі көргеннен көптің көргені жақсы емес пе, деп Аужанның қасында келе жатқан Шоқан. Баласының нағашысына араша түскеніне сүйсіне Шыңғыс үндеген жоқ, жымиып күле берді. Осындай ойын-сауық тамаша қызықпен бір жұмадай жатқан Айғаным Шыңғысқа қайталық деген ойын айтып, жүру қамы үстелді. Алдымен Мұса мырзаның ханым құдағиына, қарындасына, жиендеріне арнап дайындаған сыйлықтарын ұсынды. Би ауылынан басқа отаулары да қарап қалған жоқ. Екі бай құда болса, арасында жорға жүреді дегендей. Аға сұлтан ауылының жиендері, аға сұлтан күйеу, ханым құдағи айта қаларлықтай сыйлыққа бөленді. Аттанар алдында Мұса ауылына жиналған би балалары қонақтарын ортаға ала отырып, өздерінің сән салтанаттарын мадақтады. Құсбегілік, аңшылық, ат салтанаты сөз болды. Мұстапаның көкбесті атанған бәйге атының өткен жылғы бір ұлан-асыр аста 100 аттың алдынан келгені айтылды. Осы көкбестінің сірә қанаты бар ма деп қалдым, деді Мұстапаның қасында отырған ат бапшық Жарқынбай деген мақтаншақ көтермесші. Жылқыда қанат болады дейсіз бе? Ол әшейін көтермелеп айтқан сөз ғой, деді Шыңғыс Жарқынбайдың Мұстапаға жағына айтқан орынсыз мақтауына. Төре күйеу, мен оны әшейін айтып отырғаным жоқ. Алтай еліндегі былтырғы аста мына қаракесек, қуандықтан сүйіндік, тарлықты тамадан аяғының желі бар не санлақ екен ғой. 100-ден аса атты айдап шыққанда біздің мырзаның көкбестісі жай бір күйкі ғана шобыр тәрізді болып көрінді. Ішімнен, я, бидің аруағы өзің қолда деп көкбестінің жанына келіп, қашан ат айдауға кеткенше тұрдым. Сонша көкбесті жануар ешбір желікпейді. Бұл тек бір қалыпты салмақпен аяндап, кейде төсін жерге тигізе күйіп керіліп, созылып бойын жазады. Сонан бір мезгілде ат алдынан келеші баратын болдық. Келешіге мен өзім кеттім. Көзіңіз жамандық көрмесін. Біз келеге таянғанда 3 ат түйдек келеді екен. Қарасам, біреуі көкбесті, біреуі бір қара ала ат, біреуді қынжырдай жирен ат. Сонан аруақтап кеп шылбырына жанаса бердім. Үстіндегі бала қу еді. Аттың басын аздап бүркіп келеді екен. Міне көрген соң, ода айқайлап тақымын қысты білеп. Көкбесті сытылып шыға берді. Мен айқайды салып ұрандап келем. Көзіңіз жамандық көрмесін. Көкбесті құйындай ұйтқып ағып береді. Мен ілесе алмай қалып қойдым. Сонда көрдім, көкбестінің тіпті аяғы жерге телмей, тура қалықтап ұшып барады. Тек жануарға көз тимесін деп көзімді жұма бердім. Басқа аттан 1 шақырым бұрын келді. Мен дәлелсіз айтпаймын ғой. Жарықтықтың қанаты бар, деп Жарқынбай сөзін аяқтады. Мұнан Мұстапа балдызымыз сол сияқты жүйрігінің түрінде көрсетуге қызғанады, деп Шыңғыс Мұсаға қарап күлді. Иә, ол балдызының ондай мінездері болуы мүмкін, деп Мұса жымиып еді. Мен екеуінде жеңге шерінеп жүрген төре емеспін. Ат қызығы, құс қызығы алданбағанда қайтемін. Мына атымды көрдің бе, деп кімнің алдында жабалақтаймын, деп Мұстапа белгілі томырақтау мінезіне салды. Осы Мұстапа өзі саранда ғой деймін. Бидің басқа балалары ат жалына қолы жана жеткен жиендеріне қалағаным бар ма, сұрағаным бар ма деп жатыр. Мұның аузынан соны да естігеніміз жоқ, деп Шыңғыс көкбестіге көңілі ауайын деген сырдың шетін шығарды. Жиендер әлі жас қой. Ат баптар жасқа келгенде онысын да көрерміз, деп Мұстапа Шыңғыстың алдын орғытады. Бәсе, саран дегенім дәл шықты ма? Көкбестіге жиендер қолқа салар деп, ат баптар деген сөздерді көлденен тартып отырсын-ау. Деп күлді. Бағанадан үндемей тыңдап отырған Шоқан. Әтеке, өзімізде де жүйрік бар ғой.
Бізге керек жүйрік оған керек емес пе дегені ғой. Шоқанның кісіден сұрау, біреудің дүниесіне қызығу дегенді жек көретін мінезі білдіргені Мұсаға сондай ұнады. Шоқанжан, бері келші. Мұстапаның атынан сенің мына сөзін әлде қайда жоғары шықты. Бақытты бол. Аман болсан, қай жүйрік сенен құтылар дейсің. Осыны айтып Шоқанның маңдайынан ескеді. Қаракөл басынан түс ауа аттанған айғаным пәуескесі қос мұрын қайдасын дегендей кешкі салқынмен тартып кетті. Айдың көл алқабында алшақ-алшақ қонып, қанат жайған қаржас елінің қауымы қала берді. Мұса үйінен өзіне арнап мінгізген жорға құнанына мінген Шоқан әкесімен бірге салт аттылар тобымен бара жатты. Бала Шоқан шығармасы сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Арнамызға келіп